Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз Нью-Йорк чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Оның дәмі ауызда ериді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен печеньені үгітіп аламыз, блендермен немесе қолмен үгітеміз. Оның үстінен сары май қосып араластырамыз. Осындай болып шығады. Үгітілген печеньенің жарты бөлігін формаға салып, тегістеп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Енді кез келген стаканды алып, астыңғы бөлігімен печеньенің үстінен басып шығамыз. Сол кезде қатты болып бірігіп тұрады. Барынша күшімізбен басып шығамыз. Печеньенің екінші бөлігін жан-жағына қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей қолдарымызбен жұмыс жасаймыз. Үгітілген печеньенің барлығын қойып болған соң, стақанның жанымен қатты қысып шығамыз. Сол кезде барлығы бірігеді. Істеп болған соң, тоңазытқышқа жібереміз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, күрекшемен немесе қасықпен араластырамыз. Мүлде миксермен араластырмаймыз. Дәл осы чизкейкте миксердің мүлде қажеті жоқ. Миксермен мүлде араластырмаймыз, ешбір затты. Енді үстінен қаймақ қосамыз. 20% қаймақты қолдандым мен. Венчикпен араластырдым. Үстінен сливки қосамыз. Оны да араластырамыз. Мүлде миксермен араластырмаймыз. Осындай болып шығады. Араластырып болған соң. Үстінен жұмыртқа қосамыз. Бір-біреуден қосып шығамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен диаметрі 30 сантиметрлік формада дайындап жатырмын. Сіздерге 22-лік формада дайындалатын рецепті қалдырып кетемін. Описаниедан таба аласыздар рецепті. Енді крахмал қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Ванилин қосып араластырып жібереміз. Дайын болды. Енді жаңағы үгітілген печеньенің үстінен құйып, осылай күрекшемен немесе қасықпен түзулеп шығамыз. Үстелге ұрып жібереміз. Сол кезде түзу болып шығады. Чизкейкті духовкаға жібереміз. Чизкейкті табаға салған соң, табаға ыстық су құямыз, яғни қайнаған су. Қайнамаған су, мұздай су құюға болмайды. Сосын алғашқы 30 минутында 180 градуста пісіреміз. Сосын 150 градуста 45 минутта тағы пісіреміз. Осындай чизкейк шығады. Өте дәмді әрі керемет рецепт. Сіздерге кеңес беремін. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.